Ассалаумағалейкум достар, мен Мистер. Бүгін біз Ауылбай баланың өмірін бірінші бөлімін түсіретін боламыз. Сіздер лайк басып подписаться етіп отырыңыздар, ал біз видеомызды бастайтын боламыз. Таң атып кетіпті ғой, тұрайын, бүйтіп қолым жуып алайыншы. Ойбай, ұмытып қалдым. Жуып алдым. Мен кеше өз орнының орнына телевизор көріп шақшақтап қалыппын. Tamam, ішіп алайын да жұмысыма ол жаққа барып қайтайын. Менің есімім Қолғанат. Мен осы ауылдан қалаға келген баламын. Мен ауыл қалаға не үшін келгенімді қазір білетін боласыздар. Оппа, Жигулиімді дұрыстап айдауым керек еді осы. Жигули дұрыстап айдамасам сындырып алдында лобовойын сындыратын жағдайым жоқ онда. Так, қай жерде нелер бар екен? Оппа. Так, маған жұмысыма бару керек. Жұмысқа бармастан бұрын мен деген өз ауылыма барып қайтайыншы. Ауыл жақта не болып жатыр екен? Жұмысын бітіргеннен кейін ауылға барамын деп жаңа өз-өзіме ответ тастадым. Ауылым сағынып кеттім, шынымды айтсам. Менің жұмысым КамАЗист болғаныма бір 3 жылдай 2 жылдай болып қалды. Менің жасым қазір 30-да болған мен осындай машина айдаған болатын шығар. Кейбіреулер 30-ға келіп, Lamborghini, Cruze, 200-ка, бәрін 570 бәрін алады, гейлік дегендерді. А мен ондайларға қызықпаймын. Тек мен өзім машинам болса деп армандаған машинама жеттім. Бұл енді күшті машина. Машинаны көп мақтап беруге болмайды, әйтпесе бұзылып қалуы да мүмкін. Ал енді жұмысыма барып қайтайын. Ал енді бұл жүкті мен жаңа айтып отқан ауылыма апаратын болдым. Ура! Ауылымның жарты жағын көріп қайтатын болдым. Отауды ұмытып кеттім ғой. Ауылыма ата-анамды көріп қайтайын. Ата-анамды көрмеген біраз болды. Осы жұмыстан шығып нормальный бір жұмыс табу керек. Мысалы автобус дегендей. Бірақ оны автобус алғанмен, бірақ оны жөндеудің өзі қиын. Оның артып отырып қалуы мүмкін. Адам болғаннан кейін. Соны ойымдаған болмаса, ала беретін едім автобусты болмаса. КамАЗдың бір жаман жері баллон пішок болса, баллонын үрлеу керек, болмаса ауыстыру керек. Соның өзі қиын. Деп бұрыламыз солға. Дай. Бір магнитофон жағып қойым керек еді мына негізі. Магнитофонмен өлең тыңдап жүргендей. Ойбай! Жаймен айда көріп айтпақшы. КамАЗдың бір жаман жері рөл дұрыстап бұрылмайды. Маған ескі КамАЗ беріп қойған, қалғандарына новый болған мен. Ойбай! Бұрылып болмайды КамАЗ деген. Ойбай! Бұрылып болғанмен бұрылмағаны бір түрлі болсын. Достар, менің ешқандай қалада достарым жоқ. Достарымның бәрі ауылда. КамАЗдың бір жақсы жері сырты әдемі болғанмен, іші бәрі әдемі, бірақ мотор жағы ескілеу. Жылы да ескі. Өйткені бұда артында бір доңғалақ. Өйткені ол бір жерге батып қалған кезде ол көмектеспейді. Сондықтан мен осыған ызаланамын. Басқа жұмыс тапсам екен деп ойланып жүретін едім. Жаңағы Жигули сатқым келіп жүрген жоқ. Ол Жигули өте ұнайды маған. Сонда Жигулиді негізі оны қаладағылар көрсем мазақтайды, бірақ оларға мен мән бермеймін. Мен қалада өзіме дос тапсам деп ойланып жүрмін. Мына үй ғой негізі. Деген үй салыпты ғой. Артпен жүрген. Болды, енді осы сатпен тасыдық. Болды. Енді шамалы ақшама барып, КамАЗдың армандаған автобусымды алайын барып. Кеттік. Автобусты алған кезде жоғатын боламыз. Ура!
Speed'i barışırım bolca. Kutuda koyacağımdır. Rahmetlerim. Kutuda harbilerim. Konuklarım. Olay. Ben de vakıta ayağım olasa yorulacak. İstedikler şunu bulursa ben de yapayım. Böyle niye baktık? Niye? Жүрмей қалды достар. Қазір достар тоқтап тұрмыз да. Түсінбей қалдым не болғанын. Достар, маған мына адам алдап сатып жүргеннен соң мынау деген жүрмей қалды ғой. Тоқта. Ебай, достар, мотор жағында май жейді екен ғой. Май кетіп қалып жатыр, май ағып жатыр еще астынан. Мәссаған. Енді бұны қай оталдап көрейін. О, мына жерде бір күнә көрдім, басайыншы. Оппа. Майсыз бір жері бар екен. Оталдап. О! Немен? Бұл автобусты бекер алыппын. Алсам алғаным. Бірақ әмәлдім. Бұның аты Пазик бірдеңе деген автобус. Өте айтқан. Өтті. Burada da magnetofon yok. Biraz uzun monotopun sigildi bu. Yerleri magnetofon olsa bu 20 watt sigildi. Bu magnetofon degan 5 minutda o'ylagan shastar. O da adamlar yo'l uzoq bo'lgandan keyin yo'lni qisqartirish uchun ishlaydi. Bu degan передачаның самый коробкасы деген bir türlü ekan koробкасы. Ayol ko'rish, bu mening avvalda bisi so'qday bilaman bu avvalda. Tek bir asıl asıl başka asıl yok. Bizde ayol için bulay var. Ayol gerek aytpese ko'shlarning огородын bari bosib ketishimiz mumkin. Qanday bulay bo'lamiz kerak. Ketdik. Nanay koyasın da. Vay. Apası yıkıldım tormuzu. Tormuzu karavan gibi basım et dostlar. Bunun minusları basım et tavır bakın. Havasında bunun minusları tavır bakın. Bana minus yok dedi Allah aldı bende. Oo aramıyla Allah bitkeni geldi sonunda. Bunu bilmedim. Geldi. O saçmışlık benim annemle değermen de gitti. Bir dakika. Yazdım. İstiyormuş. İş yapacağız. Neyimini aldı bana kim ya? Bilmek diye orada kaçar ha. Bilmek diye şar. Gazanı koyayım. Alo, sen nega bakalım oturup avtobus istemeydi meni şu vaqtda aldab ketgansan. Gazir baratim sаған, сол жерде көт, басқаны ауысып бересің. Әйтеуір беретін болыпты. Мені şu автобус ауысып беріпті, біреулер көке алмасты. Менің автобусым негізі түсі басталып еді. Көкті жасылмасын деп өзім қалмайтын. Majid'in болғаннан кейін Majid'in айдан бері болады просто. Majid мектепке керек қой негізі маған.
Так. Осы автобусты ауыстырып беріп ауылға келе қойшы. Мен тынысым. Ұшып баратып жынданып отырмын жаңағы адамға. Неге маған отырақты sağa салған? О, бәрі өшіріп өткен. Болды. Істей болды. Міне жаңағы адам міне тұр ғой. Дайын. Өсек болайын болған. Не қылса. Пақ шіркін япырмай. Өзінің автобусым міне тұр. О, кайф. Өз автобусым. Жартысы нормально. Қатысынауыны жоқ. Кстати, моего мистера Ако, она просто писать это не будет. Всем было мистер Ако, а он будет это не будет. Он ходит назад, все одна просто подписаться к нему, мне очень керемет видеолар шығады. Всем было мистер Ако, подписаться к нему. Всем пока, чао.